барлық білім кітапта ғой негізі. Кітап оқып жүргеннен ойлар келеді, идеялар келеді, и адам өз-өзін түсіне бастайды. Мысалы, пленка деймін да. Мен қазір өзім шәкірттеріме айтып жүрмін да, оны түсіндіріп, өзімше бір философ сияқты өзім бір шығардым енді. Кәдімгі пленка ауыстырамыз ғой, фотоаппараттың алдында. Сол сияқты адамның алдында көзінде бір пленка болады. Сол пленканы ауыстыру керек. То есть фокус внимания, біз қай жерге внимание обращать етеміз, сол бойынша біз көре бастаймыз. Мысалы айтайық, мен 50-ка камераға отырдым. Мен көшеде не істеймін? Тек қана 50-ка камера көре бастаймын. Либо 200-ка отырсам, тек 200-ка көре бастаймын да. То есть фокус внимания біз сол жаққа обращать ете бастаймыз. А так негізі ол параллельно бәрін көруге болады, бірақ фокус внимания қайда? Сол жерге көру. Мысалы, отбасыға айтқан кезде үйге келген кезде сіз пленкаңызды ауыстырыңыз. Үйге келген кезде үйден тек жақсы нәрсе көремін. Балалардың қуанып жатқанын, әйелдің жақсы тамақ жасап жатқанын, үйдің тазалығын и так далее. Сен фокус внимания қай жаққа бересің, солған внимание обращаешь дейді ғой. И сонда жақсы нәрсе көре бастайсың. Ол өте важный нәрсе. Осыны ауыстыра білу керекпіз да. Жұмыстағы жаман пленкамен үйге келіп, жаман пленкамен үйге жалғастырмау керекпіз. Ол важный нәрсе, достар.